өзін банкрот деп жариялағысы келетін қазақстандықтар 3 наурыздан бастап өтініш бере алады. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында премьер-министрдің орынбасары, қаржы министрі Ерлан Жамаубаев мәлімдеді. Халықаралық тәжірибені ескере отырып, заңда 3 түрлі рәсім көзделген. Соттан тыс банкроттықты тек банктер, микроқаржы ұйымдары, коллекторлық агенттіктер алдындағы қарыздар бойынша қолдануға болады. Ал сот банкроттығын қаржы басқарушылары жүзеге асырады. Үшінші рәсім төлем қабілеттілігін қалпына келтіру. Онда сот арқылы борышты бөліп төлеу көзделеді, ал азамат банкрот болып саналмайды. Қаржы министрі тұрғындарға түсіндіру жұмыстарын жүргізу үшін SMS хабарламалар таратылып, халыққа қызмет көрсету және жұмыспен қамту орталықтарында кеңес беріліп жатқанын мәлімдеді. Құжат кредитін төлей алмай қиындыққа тап болған жеке тұлғалардың құқықтарын қорғауға бағытталған. Бірақ заң күшіне енгеннен кейін азаматтардың да жауапкершілігі артуы тиіс дейді. Өйткені банкроттық жариялау қарыздарды төлеуден бас тарту емес, тек шарасыз жағдайдағы көмек екенін әркім білуі керек дейді министр. Айта кететін болсақ, 2022 жылдың 30 желтоқсанында ғана елімізде азаматтардың төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттық туралы заңға қол қойылып, 1 қаңтарда ресми түрде жарияланған болатын.